Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте нәзік әрі ерекше тәтті торттардың бірі мақ қосылған торттың рецебімен бөлісемін. Дайындалу жолы қарапайым, әрі дәмі деген ерекше тәтті болып шығады. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Массамыз көбейіп, көпіріп, үлкейе бастайды. Сол кезде үстіне шым-шым тұз, магымызды, ерітілген сары май, сүтімізді және қопсытқышымызды, електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Массамыз біркелкі болады. Сол кезде формаға осы бір дайын болған массамызды үшке бөліп, үш корж қылып пісіріп аламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште әрбір коржды 15-20 минуттан пісіріп аласыздар. Енді корждың бетіне жағатын пропиткамызды дайындаймыз. Сливкиға сүтті қосып, екеуін жақсылап араластырып аласыздар. Әбден суыған корждарыңызды осылай пропитка жасайсыздар. Келесі кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Екеуі біркелкі бола бастаған кезде үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, және тағы да миксерлейтін боламыз. Дәл видеодағындай етіп, асықпай миксерлейсіздер. Осының үстіне енді салқын сливкиімізді қосып, жақсылап біркелкі крем болғанға дейін миксермен араластыратын боламыз. Міне біздің креміміз біркелкі болды. Біркелкі болған кремді корждарымызға жағып, тортымызды жинаймыз. Корждардың арасына кремдерді барлық жеріне бірдей қылдырып жағыңыздар. Сонда торттарыңыз дөп-түзу болып шығады. Осылай кальцо кигізіп алсаңыздар да болады. Егер сіздерде кальцо болмаса, кальциосыз да жинай беруге болады тортты. Кремнің барлығын жағып, торттарыңызды тегістеп, жан-жақтарын бәрін тегістеп болғаннан кейін тортты тоңазытқышқа міндетті түрде 2-3 сағатқа салып қойған жөн. Содан кейін барып, жан-жақтарын барлығын тегістейсіздер және әдемілеп, әрлеп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оформлениясын жасайсыздар. Міне дәл видеодағындай етіп, мен қатты қиын оформление жасаған жоқпын. Ең оңай оформлениемен тез-тез тортымды осылай әдемілеп шықтым. Біздің міне тортымыз дайын болды. Өте тәтті әрі өзі оңай дайындалатын торттардың бірі. Дәмі енді ерекше болып шығады. Осы рецепт бойынша сізде міндетті түрде дайындап, жақындарыңызды тәтті тортпен қуантыңыз.